Адам бойындағы кездесетін мінездердің бірі қызғаныш. Мұның ең төменгі сатысы ешкімге залалсызы қызығу болса, ал ең асқынған түрі қызғаныш. Ол іштарлыққа я көрелмаушылыққа ұласады. Араб тілінде осы екі мағынаны бір ғана хасад сөзі білдіреді. Пайғамбардың бір хадисінде екі адам ғана қызғануға лайықты. Олардың бірі Алланың берген дәулетін дін жолында жұмсаған адам, екіншісі Алланың нәсіп еткен ілімі мен амал жасап, білгенін басқаларға да үйреткен кісі делінген. Бұл жерде қызғаныштан гөрі қызығу мәселесі меңзелген. Қызығу деген сөздің орнына қолданылатын сөздердің бірі тәнәфус. Қызғаныш пен көре алмаушылық Алла сүймейтін мінездердің бірі. Ол үлкен күнәға жатады. Пенденің жеке өміріне, бұл дүниесі мен ақыретіне де үлкен кесірін тигізеді. Жақсылық жасаған адам қызғаныштан арылмаса, Құдай сақтасын, жиған терген бар сауабынан бірдемде айырылып құралақан қалары анық. Біреулердің қызғаншақтығы бетінде тұрады, енді біреулердікі іштей өзегін өртеп жатады. Мұндайлар құлшылықтан бас алмай, игі амалдарды қаншалықты көп жасаса да, оның ләззаты мен берекетін сөзіне алмайды. Мысалы, мұндай пасық ниетті адам тақуа кісіні көрген сайын, немесе ол кісі есіне түскен сайын сізденіп, өз ғибадатынан ешқандай ләззат сезіне алмайды, мазасы қашады да тұрады. Қызғаншақтықтан құтылудың жолдары. Біріншіден, қызғаншақтық дертінен құтылу оңай емес. Өйткені ол адам бойындағы нашар мінездердің ішіндегі тамырын тереңге тартқандардың бірі. Бұл ауруға шалдыққан немесе бір табан жақын тұрған адам қызғаншақтықтың жоғарыда аталған рухани һәм материалдық дүние мен ақыреттік зияндарын ойлап түйсіне алса ғана бұл дерттен арыла алмақ. Екіншіден, кез келген адам алдымен Алланың сыйлаған нығметтерінің нәтижесін ойлағаны жөн. Байлық мәңгілік бақытқа себепкер бола алмайды. Өткінші өмірде оны қажетсіз нәрселерге бей-берекет шашуда ақылдылық емес. Сондықтан басқа біреудің несібесін қызғанбай, жаратқанның маған берген сыйлары да аз емес. Біреудің несібесін қызғанып, өмірімді азапқа айналдырғанша өз қолымдағы нығметтерді дұрыс пайдаланып, ақыреттік сауабымнан айырылып қалмауға тырысуым керек деп ойлап ой түйген жөн. Үшіншіден, біреудің дүниесі үшін сары уайымға салынбастан бұрын сол несібеге қалай қол жеткізгеніне мән беру керек. Өйткені несібелі болудың өзіндік жолы бар. Сондықтан оны қызғанбай, керісінше адал ақы, маңдай термен табыс табудың жолдарын жан-жақты қарастырған жөн. Ғылым, атақ, шен-шекпенге жету сол секілді. Әрбір істің жеңістің, әрбір жетістіктің өзіндік жөн-жоралғысы бар. Олай болса, қиялдағыға еңбекпен жету керектігін ойлау қызғаншақтықты азайтуға себеп болуы мүмкін. Төртіншіден, қамшының сабындай ғана пәни дүниеде өткінші байлықты армандап соған ұмтылу, өзгелер қоныс теріп кетсе де, өзім таршылық көрмесем екен деу, көкірегінде иманы бар мүминге мүлде жараспайды. Фәнидің өтпелі екенін бір сәтті есіне шығармай, әр мұсылман Алланың бақи мәңгілік нығметтеріне қол жеткізуді басты мақсат тұтып, содан кейін ғана нені қызғануды немесе қызғанбауды бағымдана жөн. Бесіншіден, сондай-ақ қызғаншақ адам ең болмаса осы мінезін жасырып, елге білдірмеуге тырысқаны мақұл. Қызғанышын тежей алмай бірден сыртқа білдіріп қоятындардан бұл жағымсыз мінезі байқамаса әдетке айналып кетуі мүмкін. Сондықтан өзін-өзі тәрбиелеп, сезімдерін тежей білген адам бірте-бірте қызғаншақтықтан арыла алады. Алтыншыдан, әркім өзгенің иелігіндегі дүниені қайдан қалай алғанын тіміскіленіп іздеуден аулақ тұрғаны жөн. Қызғаншақтық кеселіне шалдыққан адам бұл науқастан құтылу үшін қолынан келгенше өзгенің несібесін көрмегеніне, көрсе де көрмеген секілді болуға тырысқаны дұрыс. Әйтпесе өзгенің иелігіндегі әрбір нәрсе қызғаныш отын маздатып, тынышын бұзады. Құранда бұл туралы сендердің мазаларыңды алатын, тынымдарыңды қашыратын жағдайларға тап болмау үшін көп сұрақ қоюдан аулақ болыңдар делінген. Негізінде бұл аят тікелей қызғаншақтыққа қатысты емес. Пайғамбарымыздан не болса соны сұрай беруге тыйым салу мақсатында түскен. Алайда жоғарыдағы мәселе де тұспалдап айтылған.